Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Ақылы мен күші сай. Бүгінгі сабақта өлең бойынша сұрақтарға жауап бересің, өзің де сұрақ қоясың. Бірінші тапсырма: суреттерге қарап, мәтіннің тақырыбын болжап айт. Суреттерге қарап, мәтіннің тақырыбы қазақ күресі туралы болатын сияқты. Екінші тапсырма: түсініп оқы қазақша күрес. Күресуге тіленген бала болса, мен білем, жасылмайса көкорай жұмсағырақ кілемнен, қызық болса керегі, күш сынасып көрелік. Шығыңыздар ортаға, жасаймын мен төрелік. Күшті күтіп жүреме, атып ұрда түрегел, тобықтан қақ шалып жық, бірақ шаптан тіреме. Күштіге де асылы керек емес бас ұрып, жата қалып сен оны жібер бастан асырып. Әдістің бір пайдасын көрмейсің бе қайдасың, алып соғар күштіні асырғандар айласын. Білем, өжетсің, демек елге қажетсің, ақылы мен күші сай, азаматқа не жетсін. Үшінші тапсырма: күреске тек қана күш емес, ақыл да қажет. Өлеңнен осы ой айтылған жолдарды тауып оқы, пікір білдір. Білем, өжетсің, демек елге қажетсің, ақылы мен күші сай, азаматқа не жетсін. Төртінші тапсырма: өлеңдегі қимыл әрекетті білдіретін сөздерді табыңдар. Күрестегі аяқ қозғалысы: тобықтан қақ шалып, жық шаптан тіреме. Күрестегі дене қозғалысы: жата қалып, жібер бастан асырып. Бесінші тапсырма: 11-ші беттегі суретке зер сал. Сурет бойынша 3 сұрақ дайында және жауап бер. Қазақ елінен шыққан қандай балуандарды білесің? Суретте қандай спорт түрі бейнеленген? Күрестің қандай түрлерін білесің? 6-шы тапсырма: спорттық жарыстарда еліміздің гимні орындалған кездерді есіңе түсір. Осындай сәт сенде қандай көңіл-күй туғызады? Қазақстан Республикасының гимні халықаралық ареналарда ойнаған кезде көңіл-күйім көтеріңкі, қуаныш, мақтаныш сезімде болады.